Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімі. Бүгін біз сіздермен галогендердің тотықтырғыш және тотықсандырғыш қасиеттерін қарастырамыз. Біз осыған дейін тотығы тотықсандыруды жеке қарастырған болатынбыз. Тотығы тотықсандыру бұл электрондардың алмасу реакциялары. Сонда кейбір атомдар электрон жоғалтады, басқалары электронды қосып алады. Қалай ойлайсыздар? Галогендер электронды қосып алуға бейім бе, әлде беріп жіберуге бейім бе? Әрине, бұлар 17-ші топта орналасқандықтан, олардың конфигурациясында бір ғана электрон жетіспейтіндіктен, олар мысалға металдардан бір электрон алып, металдарды тотықтырады. Өздері тотықсанады. Реакцияны көретін болсақ, кальций, мысалға хлормен реакцияға түсті делік. Не түсіледі? Бізде кальций хлориді түсіледі. Олардың агрегаттық күйлері, кальций бізде қатты, металл, хлор бізде газ, қалыпты жағдайда кальций хлориді иондық кристалл болып табылады, сондықтан қатты. Барлық бізде қосылыстар теңескен. Енді, яғни осы реакция нәтижесінде бізде тотығу дәрежесі қалай өзгеріп жатыр? Кальцийде басында тотығу дәрежесі 0-ге тең болды, хлор молекуласында бізде тотығу дәрежесі 0-ге тең. Мында кальций нешеге өзгерді? 2 плюске өзгерді. Ион ретінде хлор -1-ге өзгерді. Енді оны теңдеу ретінде жазатын болсақ, кальций 0-ден өзгерді. Кальций 2 плюске. Не істеді? Электрон қосып алды ма, кальций әлде жоғалтты ма? Жоғалтты, 2 электрон жоғалтты. Бір атом кальций. Яғни кальций бізде тотығып тұр. Тотығып тұр. Ал хлорды қарайық. Хлор бізде молекула ретінде қарастырамыз. 2 атом хлор бар, сондықтан ол электрон қосып алып тұр. Әрбір атомы бір электроннан қосады, сонда жалпы хлор молекуласы 2 электрон қосады. Қосқан кезде 2 ион хлорид пайда болады бізде. Міне, яғни әрбір хлорид ионда бір артық электрон бар. Ол электрон қайдан келді? Кальцийдан келді. Кальцийда 2 электрон берді, ол 2 электронды әрбір хлорид өзіне қосып алды. Сондықтан хлор бізде бұл жерде тотықсызданып тұр. Тотықсызданып тұр. Яғни тотықсыздану электрон қосу, тотығу электрон жоғалту. Ал хлор кальцийді не істеп тұр? Хлор кальцийді тотықтырып тұр. Кальций тотығып жатыр, оны тотықтырушы хлор. Не себепті? Хлор кальцийді тотықтырып жатыр. Оған себеп бір ғана жауап – электр терістілік. Кальций мен хлордың электр терістілігін салыстыратын болсақ, хлордың электр терістілігі жоғары. Сондықтан электр терістілік дегеніміз, яғни басқа атомнан электрондарды тарту қабілеті. Хлордікі жоғары болғандықтан ол алады электронды. Сөйтіп, өзі тотықсызданады. Бірақ біреуге тотықтырғыш болады. Ал кальций электр терістілігі төмен болғандықтан ол өз электронын береді, яғни тотығады. Ал біреуді, яғни хлорды тотықсыздандырады. Оған электрон береді. Яғни металдарды біз жақсы тотықсыздандырғыш десек болады, ал бейметалдарды көбінесе жақсы тотықтырғыш деп айтамыз. Сонда галогендер жалпы тотықтырғыштар. Басқа да галогендермен реакция жасайтын болсақ, мысалға магний болсын, броммен реакциясы, ол да дәл осындай жүреді. Магний, бромиді теңестіріліп тұр, дәл осындай реакция болады. Бромның электр терістілігі магнийден қарағанда жоғары болғандықтан, ол магнийден электрон алып, магний 2 плюс, бром минус ионға айналады екен. Басқа да галогендермен кез келген металды алатын болсақ, дәл осы принципте реакция жүреді. Енді галогендердің тағы да бір қасиеті, олар бейметалдармен де реакция алады. Мысалға, сутек. Сутек плюс хлорды алатын болсақ. Сутектен хлорды алатын болсақ, бізде H хлор түзіледі. Тотығу дәрежелерін қарайтын болсақ, сутек 0-ден сутек плюс 1-ге ауысты, хлор 0-ден хлор минус 1-ге ауысты. Жартылай реакцияларын жазатын болсақ, H2 электрон жоғалтты ма, әлде қосып алып тұр ма? Әрине ол жоғалып тұр. 2 электрон жоғалтты, себебі бір молекулада 2 атом бізде сутек бар. 2 электрон жоғалтты, плюс 2 сутек ионы пайда болды.
реакция тотығу ма, тотықсыздану, электрон жоғалту, тотығу. Ал хлор молекуласы бізде электрон қосып тұр, плюс 2 электрон болады 2 ион хлорид бізде. 2 хлор минус. Бұл хлор бізде тотықсызданып тұр. Өзі бірақ тотық тырғыш сутекті. Не себепті хлор сутектен электрон алды? Оның қандай? Оған құқығы бар. Электр терістігін салыстырамыз. Хлордың электр терістілігі бізде 3-тен 0. Сутектің салыстырмалы электр терістілігі 2,1. Яғни электр терістігі жоғары болғандықтан хлор сутектен электронын тартып алады. Осылайша тотығу тотықсыну реакциясы жүзеге асады. Басқа да галогендер мен сутектің реакцияларын жазуға болады. Оны өздеріңіз жасап көріңіздер. Ал енді басқа галогендердің электр терістілігін салыстыратын болсақ, фтор, фтор бізде электр терістілігі 4-тен 0. Хлордікі 3-тен 0 деп айттық жаңа. Бромдікі 2-де 8 және йодтікі 2,5-ке тең. Яғни топ бойынша галогендердің жоғардан төменге қарай электр терістілігі төмендеп жатыр. Не себепті? Электр терістілігінің өзгеруіне бір фактор әсер етеді. Ол эффективті ядро заряды. Эффективті ядро заряды. Дегеніміз не? Эффективті ядро заряды. Егерде осы тіркестен тек қана ядро зарядын алатын болсақ, ядро заряды дегеніміз ядро заряды тең протон саны. Сонда, фтордың ядро заряды қанша? 9 протон плюс 9-ға тең. Хлордың ядро заряды плюс 17. Бромдікі плюс 35. Ал йодтікі плюс 53 протон бар. Сондықтан олардың ядро заряды осылай сәйкесінше. Енді ядро заряды қалайша электр терістілікке әсер етеді? Электр терістілік дегенімізде электр терістілік ол, яғни протон ядро зарядына қалай тәуелді? Мысалға, фтор атомы, оның плюс 9 протоны қаншалықты сутек атомынан оның электрондарын тарталады. Яғни осылай электр терістілік. Плюс 9 протоны фторның, мысалы, яғни H фторды салатын болсақ, мұнда плюс 9 ядро заряды. Сутекте плюс 1 ядро заряды. Кімдікі көп? Әрине фтордікі көп. Сондықтан фтор мына ортадағы электрондарды өзіне қарай тартады. Кім тартып жатыр? Фтордың ядросы тартып жатыр, ондағы протондар. Нені тартып жатыр? Ортақ электрондар тартып жатыр. Мына сутек пен фтордың арасында. Яғни плюс 9 ядро заряды көп болғандықтан фтор одан электрон тартады. Сондықтан оның электр терістігі жоғары. Бұл бірақ сутек пен фтордың арасындағы. Енді төменге қарай түскен кезде хлорда 17 бізде протон бар, ядро заряды 17. Яғни хлордың ядросының басқа атомнан электрондар тарту қабілеті жоғары болу керек. Өйткені 17 протонның тартылыс күші жоғарырақ. Алайда оның электр терістілігі төмен, яғни тарту қабілеті төмен. Не себепті? Бұл жерде тек қана бір ғана ядро заряды бізге жауап бере алмайды. Ол ядро заряды эффективті болу керек. Яғни плюс 9 ядро заряды хлордың плюс 17 ядро зарядынан неғұрлым эффективті. Ал хлордың ядро заряды плюс 17 болғанымен бромның 35 протоннан эффективтірек. Ал йодтікі эффективтілігі төмен, ең төмен. Оның протон саны көп болғанымен де. Себебі бұл 53 протоннан пайда өте аз болып тұр. Фтордың плюс 9 протонына қарағанда. Ол үшін эффективті ядро заряды дегеніміз, оны қысқаша жазайық. Эффективті ядро заряды тең протонның күші минус экрандалу. Экрандалу дегенімізде екінші бізде сөз тіркесі пайда болды, жаңа термин. Экрандалу дегеніміз, не қарай. Фтордың бізде қанша қабаты бар? 2 қабаты бар. Протон ортада тұрады ядросы, бірінші қабат және екінші қабат. Осы жерде сыртқы электрон. Міне, ядро заряды қалай жұмыс істейді? Плюс 9 фтордың ядро заряды мына электрон тартады. Немесе басқа көршілес электрон тарту мүмкін, мысалы сутектегі. Ал оның мына осы электрондарды тарту үшін ортада бізде бірінші қабат бар.
бірінші қабаттың, яғни бірінші электрон қабаты. Осы бірінші электрон қабаты бұл да теріс заряд болғандықтан, ол мына теріс зарядталған электрондарды тебеді. Сондықтан мына ядроның тартуы кішкене эффективтілігі азаяды. Егер де арасында осы сырт қабат пен ядроның арасында басқа қабат болмайтын болса, онда эффективтілігі оның 100% болатын еді. Бұның қазір эффективтілігі 100% емес, өйткені ортасында бізде кедергі бар. Экрандалу, яғни кедергі жасалу. Ал енді хлордың атом радиусын суретке салайық. Ядросы плюс зарядталған. Хлорда 3 қабат бар. 1, 2 және 3 қабат. Оның электроны мысалға мына сыртқа. Енді қараңыздар, мына ядроның хлорда бізде 17 протон бар. Оның ядросы 17 протоны. Мына электрон тартуына көп кедергі бар. Ол 2 қабаттағы электрондардың шоғырлануы. Кедергі жасайды, тебеді мынаның тартылсын. Сондықтан 17 хлордың протонның эффективтілігі осы 2 қабаттың арадағы экрандалуынан тежеліп жатыр. Мысалға, сіздер тақтаны білесіздер, магниттік тақта. Оған мысалға магниттік бір жабысатын затты бейтіп жабыстырған кезде ол жабысады. Арасында ешқандай кедергі болмайтын болса, ол жақсы жабысады. Егер де арасында кедергі болатын болса, мысалға бір парақ. Мынау бір парақты алайық. Мынау магниттік тақта дейік, оған арасында қағазды қойып жабыстыратын болсақ, ол жабысады. Себебі тақта мен магниттің арасында белгілі бір күш бар, тартылыс күші, және ол мына қағаздың беретін кедергісіне қарамастан ол жабыстырып тұрады. Алайда кедергіні көбейтетін болсақ, қалың парақтар жиынтығын қойып, мына магнитті жабыстыратын болсақ, ол жабыспайды. Себебі кедергі өте қалың арасында көп. Сондықтан мына хлордың кедергісі өте қалың болғандықтан, оның ядросының эффективтілігі төмендейді. Сондықтан электртерістік төмендеп жатыр. Енді бромды қарайтын болсақ, ода протон саны көп. Протонның күші жоғары 35. Алайда оның қабаты 3. Мына хлордікі 3 болатын, оныкі 4. Бромда тағы бір қабат қосылады. Сондықтан оның эффективтілігі экрандалуы көбейеді, эффективтілігі азаяды протонның, сондықтан электртерістігі төмендеп жатыр. Иодта қалай ойлайсыздар? Ол да дәл сондай. Яғни тағы да қосымша қабат қосылады. Протон саны көбейгенімен экрандалу көбейіп жатыр, сондықтан ядро зарядының эффективтілігі төмендейді. Сол себепті электртерістік төмендеп жатыр. Электртерістікті біз ядро зарядының эффективтілігімен есептей аламыз. Оның есептейтін формулалары бар, оны өздеріңіз қосымша қарап көрсеңіздер болады. Сонымен оқушылар, бүгін біз галогендердің тотығы-тотықсыздану реакцияларын қарастырдық. Олар жақсы тотықтырғышта болады. Жақсы тотығыш әдетте болады, металдармен реакцияға түседі, бейметалдармен реакцияға түседі. Не себепті? Себебі олардың электртерістігі басқаларына қарағанда жоғары, олар басқаларды жақсы тотықтырады, электрондарын яғни алады. Не себепті алады? Олардың электртерістігі жоғары. Ал электртерістілік топ бойынша төменге қарай төмендейді екен. Оған себеп ядро зарядының эффективтілігі. Сонымен оқушылар, бүгін біз осы тақырыпты тағы да ары қарай жалғастырамыз. Келесі сабақта сұрақтарыңыз болса видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.